Сәлем достар, бүгін біз подоходный налог, соцналог төлейтін боламыз. Ол үшін Каспий банкті ашамыз, платежи таңдаймыз. Осы жерде все дегенді басыңыздар. Және де астыдан санағанда штраф и налоги деп тұр, үшіншісін таңдаймыз. Таңдағаннан кейін платежи для ИП деген бар, соны басамыз. Одан кейін налоги для ИП-ны таңдаймыз. Ең бірінші сіздерге выберите регион дейді. Қайда тұрасыздар, соны таңдаймыз. Регион, мысалға Актюбинская область. Выберите тип платежа. Бірінші давайте подоходный налог төлейік. Ең біріншісі ол ИПН с доходов необлагаемых у источника выплат. КБК 101-202. Осыны таңдадық. Выберите УГД дейді. Яғни Ақтөбе қаласы ма, әлде Ақтөбенің райондары ма деп сұрап тұр. Егер де Ақтөбе қаласы болса, ең біріншісін таңдайсыздар. УГД по городу Ақтөбе деп. Болды. Ал егер де Ақтөбе емес, Ақтөбенің райондары болса, мысалы Шымкент емес, Шымкенттің райондары болса деген сияқты, мысалы Алға районы, Байғанин, Әйтеке би районы, Ырғыз районы деген сияқты толып жатыр. Енді Байғанин таңдайық. Выберите район дейді қайтадан. Енді Байғаниннің өзінде тұрасыздар ма, әлде оның ауылында тұрасыздар ма? Егер Байғаниннің өзінде тұрсаңыздар, біріншісін таңдайсыздар. УГД по Байғанинскому району дейді. Ал егер де жоқ, сіздер ауылда тұрсаңыздар, мысалы Жарқамыс, Ащинский дейді, Сарторғай деген ауылдар бар, соны таңдаймыз. Мысалы Сарторғай деп таңдайық. Міне, ауылды таңдадық. Біздің подоходный налог ауылға түсетін болады. Период, текущий период таңдаймыз. Название организации. Өздеріңіздің ИП атауларын жазамыз. Мысалға менікі осылай. Мысалға осылай, Так, иін. Өздеріңіздің иіндарыңызды жазыңыздар. Және де сумма. Қанша төлейсіздер? Мысалға мынандай қылып жазайын. 8400 теңге деп, к оплате деп басып төлейміз. Болды. Біздің төлеген подоходный налогымыз Байғаниннің Сарторғай деген ауылына кетті. Оны отчетта бин аппаратын көрсетеміз. 027 үй ашықта. Так, ол видеосы бар каналымда. Келесі кеттік, енді соцналог төлейік, бәрін арт қарай. Так, қайтадан Каспийдің бетіне келдік. Платежи таңдаймыз. Все. Штраф налоги жаңағыдай. Платежи для ИП. Налоги для ИП. Енді выберите регион дейді. Жаңағы регион таңдай береге, мысалы Актюбинская область. Выберите тип платежа дейді. Яғни бұл жерде соцналог. Біріншісін таңдамаймыз, үшіншісін таңдаймыз. Социальный налог, КБК 103-101. Выберите УГД дейді. Ақтөбе өзі ма, әлде оның районы ма деп сұрап тұр. УГД бойынша таңдаймыз, Так, біз мана... Так, Байғанин таңдадық қой, Байғанин таңдай салайық. Енді ауылын жазбайсыздар, көрдіңіздер ма? Бұл бізде тікелей Байғанинға кететін ақша, соцналог деген. Подоходный налог ол ауылға кететін. Ауылда тұратын болса ИП. Период, текущий, название организация жаңағыдай. Так, ИП, Нурманова, Эндин. Так, 91, осылай. Так, өздеріңіздің иіндеріңізді дұрыстап тересіздер, Социальный налог, қанша сумма өздеріңіз анықтап доходтарыңызды төлей бересіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналымда кездескенше сау болыңыздар.